Қараңыз, бір күні бала әкесімен ер жеткеннен кейін бала әкесімен қатты сөзге келіп қалады. Сонда әкесі баласын ұрып жібереді ғой. Бұрын жас кезде баласы ұрса, әке кешіріңізші, не болса жылап, басқаша болатын бала ер жеткеннен кейін әкесімен бір дәрежеде болып қалғанда, әкесі ұрған кезінде әкесін итеріп жібереді ғой. Содан әкесі айтады: балам, әкесіне қол жұмсау емес, әкесіне қарсы сөйлеген адам, қарсы шыққан адам, мынау дүниеде оңбайды, сен мына түріңмен адам болмайсың деген сияқты сөз. Сонда бала айтады: мен ба адам болмайтын, көресіз менің адам болғанын, деп есік теуіп шығып кетеді. Өзі жұмыс істеп қалған бала, жігіт дей салайықшы, жігіт. Сөйтіп қалаға барады да жұмыс істейді ғой. Жұмысы жүретші, жұмысы жүріп кетеді да, біздегі адамдардың түсінігін айтқым келіп жатыр ғой, кейбірді. Жүріп кетеді да, байиды, ақша бітеді, көлік алады, жақсы киімдер. Bir күні балдарымен отырады да, жаңағы демалып отырып, әкесінің баяғы сен адам болмайсың деген сөз есіне түседі ғой. Сөйтеді да балдарға айтады: жүріңдер, біздің үйге барамыз деп. Әкесін тастап кеткен, ауылына бармайды. Содан көлігіне мінеді да, 4-5 жігітті ертіп келіп, үйіне кіреді ғой. Үйіне кіріп келіп: әке, есіңізде ме, сіз мені адам болмайды деген едіңіз ғой. Қараңыз мені, мен кіммін, қандай дәрежеге жеттім мен. Менің жағдайымды қараңыз, сыртқа шығып қараңыз, мен көлігім тұр, мынау менің достарым мені. Міне менің жағдайым жақсы, мен адам болдым деген кезінде әкесі күліп отырып: балам, сен дұрыс түсінбеген екенсің дейді. Мен сені бай болмайсың деген жоқпын, мен сені адам болмайсың дедім дейді. Енді қалай ойлайсыз? Бізде кейбір кезде байқайсыздар ма? Бір адамның жағдайы төмендеу болса, біз адамдардың ақылын жағдайымен өлшеп жатырмыз да. Бай ма, ақылды екен? Жоқ. Ақылды емес бай болатын, қабілетті бай болады. Қабілеті бар да, бірді екіні ұстап құрастыра алатын, бірақ кедейлер ақымақ адам емес деген сөз емес. Сол үшін менің айтқым келгені, адамдарға құрмет бар ғой, қалтасына қарап, көлігіне қарап, жағдайына қарап емес. Адам ба, ол құрметті. Ал сенен үлкен ба, ата-анаң ба, болмайды, қарсы сөйлеуге болмайды. Өйткені олар сені адам қылғандар, былайша бір-ақ ауыз сөзбен айтқан кезде, сені адам қылғандар олар болса, қалай ойлайсыз?